Ажырасу кезінде ипотека қалай бөлінеді? Егер мүлік некеде сатып алынған болса, ол бірлесіп алынған мүлік. Ажырасқанда екіге бөлінеді. Ипотека кезінде сіз білуіңіз керек. Барлық қарыз төленбегенше пәтерге банк ие болады. Не істеу керек? Егер несие бір адамға рәсімделген болса, ажырасқандан кейін банктен әркімге жеке бөлігін бөлуді сұрауға болады. Егер ерлі-зайыптардың бірі пәтерді және ипотека бойынша қарызды өзіне қалдырса, онда мүлік пен қарызды бағалауды ескере отырып, екіншіге өтемақы төлейді. Өтемақы мөлшері өзара келісім бойынша немесе сот арқылы шешіледі. Үшінші, банктың рұқсатымен сіз пәтерді сата аласыз. Ипотеканың ақшасын төлеп, қалғанын өзара бөлуге болады. Төртінші, банк пәтерді сатқан кезінде жұбайы бірінші болып сатып алуға құқығы бар. Құқық қорғаушының кеңесі. Ажырасу кезінде әрқашан балалардың мүдделерін ойлаңыз.